Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз осындай шегері таяқшасын дайындайтын боламыз. Достар, менің видеомды соңына дейін қарамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен керек заттар 2 жұмыртқа, кішкене қант салып жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін 1 стакан сүтімізді құямыз. Енді ыдысымыздағы ұнға қопсытқышымызды қосып араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болған соң, біздің жұмыртқалы массамызға кішкене тұз себеміз. Достар, видеода көрсетілгендей біздің жұмыртқалы массамызға ұнымызды салып, жақсылап қоймалжың болғанша араластырамыз. Достар, біздің жұмыртқалы массамыз дайын болды. Содан кейін біз сосискаларымызды таяқшаға салып дайындап аламыз. Табада майымызды қыздырып дайындап аламыз. Жұмыртқалы массамызға сосискамызды батырып қуыратын боламыз. Достар, біздің жүгері таяқшаларымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет.